құрметті ағайын, біз енді көріп отырсыздар, иә, жаз шықты міне. Содан тау тастар алап, біздің жаңағы таңбалар тастап, соларды зерттеп, қасиетті орындардың бәрін аралап, біздің артымыздан басқа топтармен 20 адам келіп, батырлардың ізімен олар да келіп кетіп жатыр. Айыртауда үңгірдегі жазулар, оның астындағы таспен бітеп тастаған жер, біздің аталарымыз ба десек, жоқ, бұны бітеп кеткендер. Мына коммунист орыстар екен. Өйткені Бибі Сандуғаштың айтуынша, ол тастың үңгірдің ғибадатхана ғой енді. Соның сол жағында төменде тағы да суреттер бар дейді. Сол суретте құпия бар, сондықтан олар бітеп тастаған, жармаған. Ал Шемонайха жеріндегі, Шемонайха деген Жемени деген сөздің бұрмалануы ғой. Ол жерде, мына Курдаковтен ғалым айтады, к сожалению, я опоздал, они взорвали этот грот дейді. Ол жердегі жарып жіберіп, шебенкіге айналдырып жіберген. Олар кәдімгідей құртып келе жатыр біздікі. Сондықтан біз қазір арнайы лицензия алдық. Барлық Қазақстан даласындағы ескерткіштерді іздеу, зерттеу, табу, анықтау, олардың қандай сақталып тұрғанына инспекция, тексеру жүргізу, жоғарыға жазу, жол картасы бойынша біз сондай лицензияны алдық. Тіпті қазына іздеуге де рұқсатымыз бар. Металлодетекторды тіркеп алып іздеуімізге болады. Жалпы біздің тарихи зерттеу жұмысымызға лайықты қаржысын төлеп тұрып, лицензияны алдық. Сондықтан бұндай зерттеулерімізге, сол үңгірді зерттеу, сандық тастағы тасты, терең шат бар, құрбан шалған жерді, соның бәрін зерттеу үшін біз енді шындығын айту керек, өзіміздің зейнет ақымызбен ғана барып келіп жатырмыз. Ол зейнет ақы да қарқ болып тұрған жоқ. Мен де мысалы, мен өмір бойы қудаланған адаммын. Мен институттан 3 рет шығып, 3 рет мені қайта алған. 2 институтта оқыған, 3 факультетте оқыған. Өмір бойы қудаланған ғалымдар білет, қазаққа мен диссидент дейді. Маған қарқ болған пенсия да жоқ. Мен өкімет үшін бір күрек топырақты лақтырғам жоқ. Мен өмір бойы 9 жасынан шежіремен келе жатқан адам ретінде, Шекербану апайымызды өмір бойы қудаланып, әлі күнге дейін жалғанатпен жүрген адам, шайып келгенде. Орыстың өзі де жоқ, сөзі де жоқ деу үшін сотталып кетірді деп, диссертациясын өтіп, сол кісінің депозитінен алып айту істеп жүр. Сондықтан құрметті ағайын, менің бір ағам кезінде айтқан екен, Сайлаухан дегеніміз, қазір Өскемен қаласының ақсақалдар алқасының төрағасы. Шөп сұрақ берген ғой менің әкеме, аудан басқарып отырған менің әкеме. Сонда айтқан екен, 7 жасымның әкемнен айырылып жетім қалғанда ешкімнен еш нәрсе сұрамаған едім. Халқым үшін сұраймын деп. Сондықтан құрметті ағайын, ағайынның бергені жаурайғыр, туысыңды қалайын ондай болған деп көмектесем деп көмектеспей отырған біздің ағайындарды айтып отырмыз ғой енді. Сондықтан қазір біз мына менің беріп қоямыз телефонымызды, каспиімізді. Шамаларыңыз келгенше 17 мың подписчик қой, 10 мыңға қарайтын шығар. Соңғы бір лекцияны 700 адам қарай, тіпті 700 адам 1000 теңгеден салса да үлкен көмек сол зерттеулерге. Біз зерттеулерді ол жерде ашып жатқанымызды, қазып жатқанымызды кәдімгідей мониторингпен көрсетіп отырамыз. Артымыздан сөз ермесін. Мұқым Оралман анау Зайсанның қорғандарын бәрін қазып тастаған. Әкім қайда қарады, милиция қайда қарады. Көрдіңіздер ме? Бізге ондай жұмыс керек жоқ. Біз тек қана руханият үшін, тек қана тарихымыз үшін күресіп жүрген адамдармыз. Сондықтан құрметті ағайындар, қазір каспиімізді ашып қоймыз, каналға көмек ретінде. Өткенде айтқанда, менде ешқандай да монетизация да жоқ. Орыстар өткізбей отыр дейді.